Алармыз насылды. Суана бізбен бірге. Өмір өзен дейді. Өмірлеріңіз қазір қандай болып жатса да, бәрі өткінші. Тек жақсылықтар ойлаңыздар. Басыңызға тек бақыт қонсын. Сонда ізгі тілекпен демалысыңыз қалай өтеді, соны бір қарап жіберейік. Демалыс қалай өтеді? Енді мен де ауырып тұрмын. Ауыр қиын сәттер болса, бірдеме жөнделмей сынып жатса, енді соның бәрі Құдай өз шипасын жіберіп, бәрі оңынан болсын. Тағы не күтіп тұр бізді? Айтып отырмын ғой, соңғы сынақтардың бәрінен өтіп кетуіміз керек, өтіп кетуіміз керек. Енді шілде ғой енді. Жаңада ақсарбаздар айтып отыр, 40 шілде намаз оқу керек деп. Қазақтың намазын оқыңыздар, Құдайға қазақшалап Құран бағыштаңыздар. Жолымыз ашылады сол кезде. О Құдайым, оңда, аруақтар қолда, Тәңірім жарлықа, рух, Тәңірем, су ана, хау ана, жер ана, от ана, өзің қасымыздасын. Сендерге үлкен алғыс, қасымызда осындай жарық дүниеде бірге бізге азық, нәр беріп отқандарыңызға сіздерге мың алғыс. О қасиетті Құдай, құдіретті әулиелер, Тәңірем, аруақтар, жебеп жасқандар, қолдап қорғандар, ауруынан аяғымай жүргендерге шипа беріңдер. Мұқтажын күйінде отырғандардың басына жол табуға қандай да бір септік көрсетіңдер. Қиналып отқандар жолдары ашылып, жұмыстар оңынан болсын. Қиыншылықта отырғандардың бәрі өмірлері, жолдар түзелсін. Бағы ашылмайтқанның бағы ашылсын, жол ашылмайтқандардың жолы ашылсын. Әлеухаттары түзелсін, жұмыстары оңдарынан болсын. Қасиетті ата-баба аруақтары қолда қорға жебеп жасқандар. Сендердің барларына шүкір, тәубе. Жатқан жерлерін жарық, топырақтарын торқа, жандарын жайта түсін. Айтқаным айтқан.